Себептен алады. Жақсы. 4 адам жоқ, біреуі себепті, үшеуі себепті солай ма? Ал жақсы. Енді алдыңғы өткен тақырыбымыз біздің цехаралық құбырларды төсеу тәсілдері деп аталады. Енді сол бойынша бірінші кім жылдам дегенде бірінші турға кім шығады? Технологиялық құбырларды монтаждау әдістері. Индустриалды әдіспен. Дауыстарын шығарып айтыңдар. Құбырлардың әрбір желісін монтаждау технологиялық жүйелеріне нелер көрсетілуі керек? Өлшемі, құрылымы мен салмағы, желі орнату орны, жүк көтергіш механизмнің мүмкіндігіне байланысты жабдықтарды монтаждау. Хорошо. Жабдықтар мен құбырларды жинақтаған блоктар мен өнеркәсіптік объекттерді құрастыру кезінде неге қол жеткізуге болады? Монтаждау мерзімінің айтарлықтай қысқаруы және монтаждау алаңының еңбек өнімділігінің артуы. Жақсы. Рипер дегеніміз не? Биіктік белгі белгілерінде аталады. Флашка? Бақылау үстемінің күйін анықтайтын белгілер. Жақсы, рахмет, отыра қойыңдар. Енді екінші турға кім шығады? Зерсіндегі тіректер құрылымдар қалай деп аталады? Краншы дейміз. Хорошо. Цвет түрлері. Ол жерде бар ма? Ана жерде тіректердің түрлері тұр да, бұл қасты құрмасы. Жақсы. Үшінші турға өндірістік кәсіпорын шекарасындағы цехаралық құбырлар мен құбырлар қалай жобаланады? Жер үстінде жобалайды. Жер үстінде жобаланады. Жақсы. Жақсы. Үшінші эстакада түрлері. Эстакада түрлері арқалықты, бір эстакада, ярусты, коварқалықты, бір эстакада және фирменді типті. Хорошо. Келесі, цехаралық құбырларды төсеу қандай өлшемде төселеді? Ені 5-6 метр, тереңдігімен 4-5 метр ашықтықта қатар шпалдыр арқылы төселеді. Жақсы. Цехаралық құбырлар, жер асты төсеу тәсілдері қандай түрлері бар? Кім жауап бере алады? Айтамыз. Жартылай өтетін, жартылай өтпейтін құбырлар төселеді. Зауыт ішінде темір жол, автокөлік және өту жолдарын қиысқан кезде жер асты құбырларын төсеу тәсілдері. Жер үстіне, жер астына төсеу тәсілдері, несінде футлятор, несінде футляр. Кеңейтілген футляр ішіне төселеді. Жақсы. Монтаждау жұмысын айтарлықтай жеңілдету. Әзірленген ұзындығы 24-тен 40 метрге дейін секциялары. Жақсы, отырыңдар. Екінші тапсырмамыз. Мен жақсы меңгердім. Бұл сызбада жер үсті тәсілі цехаралық құбырларды бөлек тұрғыштардан тұратын эстакада үстіне төсеп көрсеткен. Эстакада түрлері бөлек тұрғыштардан тұратын арқалықты бір ярусты, арқалықты екі ярусты, көп ярусты. 4 түрлі болып қойын. Хорошо, жақсы. Мен осымен үй тапсырмасын сұрау аяқталды. Енді үй тапсырмасын қорытындылау көреді. Мына жерде мысалы жалпы құбырларды төсеу тәсілінде бірінші дайындық жұмыстары жүреді. Тасу жұмыстары, жеткізу жұмыстары, жүктеу жұмыстары, тиеу жұмыстары. Тек қана көтеру тасымалдау процесі ғана жүрмейді, сонымен бірге құбырларды эстакадалардың үстіне орнату алдында жинайды. Жер құбырлар монтаждау кезінде жалпы құбырларды үлкейтілген блок түрінде немесе құбырлық секциялармен монтаждау жұмысын жүргізеді. Жеке бөлек құбырлармен жүргізу ол өте тар аймақта немесе құбырлардың секцияларды монтаждау мүмкіндігі болмаған жағдайда ғана жүргізе алады. Енді үлкейтілген блоктар түрінде құрылыстық құрылымдар ол құбырлық және аралас блоктар болып ажыратылады. Құбырлық блоктар дегеніміз не? Құбырлық блоктар дегеніміз ол бір немесе бірнеше құбырлар секциялардан тұратын құбырдың тік бөлігінде компенсатор орналасқан. П тәрізді линзалық және садикті компенсаторлар мен жылу алмастырғыштар орнатылған бөлігін біздер құбырлық блоктар деп атаймыз. Енді аралас блоктар дегеніміз не? Аралас блоктар бұл құбырлық блоктармен бекітіледі және аралық эстакадалардың үстінде жаңағы көтерілімге дейінгі жинақ болып табылады. Монтаждау алаңына жаңа жинақ алаңында жиналған құбырлық блоктар әкелініп мына құбырлық блоктар орнатылатын шпалдың үстіне орнатылады. Құбыр секциялары мына ертегі шпалдың үстіне егер жерге қоюға болмайды.
құбыр төсегіштер солай. Құбыр төсегіштермен іліп алып, мына құбыр төсегіштер олар жаңағы құбырды қояды. Мынау монтаждау алаңына жақын жинақ алаңы бар. Сосын крандардың көмегімен оны мына эстакада, яғни эстакада немесе тағы егер шпалға төселетін болса, құрылған шпалдың үстіне төсейді. Біріншісі А деп тұрғаны бұл төменгі ярусты монтаждау сызбасы, мынау жоғарғы ярусты монтаждау сызбасы. Үсті ашық, көріп отырсыңдар ма? Соның үстіне құбырлар бекітіледі. Немесе мысалы кейбір жерлерде жерге төселген кезде құбырды өткізу үшін үстіне онда жабық түрде. Бірақ бұларда да еркін арасында таңылып отырады. Онан алып келіп кранмен көтеріп, мына эстакада үстіне орнатып жатыр. Эстакада үстіне орнату тәртібі бойынша көріп отырсыңдар. Бірінші құбыр аралас блокты қойды. Екіншіден кейін оларды жаңағы жақындастырады. Сосын үшіншісін, төртіншісін қойып алғаннан кейін дәнекерлеу аспаптары әртүрлі болады. Дәнекерлеу аспаптары көбіне автоматты жұмыс жасайтын пульт управление. Немесе мынандай қорғаны бар үстінде. Жылжып отыратын құбыр трассасы бойынша жүріп. Ол көбіне магистрал құбырлардың бойында орнатылып қолданылады. Ал мына технологиялық құбырларда көбіне автоматты пульт басқарылатын жаңағы дәнекерлеу аппараты тұрады. Міне сонымен дәнекерлеп, сосын мына екі шеттегі жаңағы оқшауланбаған бөліктерді оқшаулайды, битумды мастиктерді жабады. Битумды мастик деген не зат? Ол не бұл? Біз үйде мысалы көріп жүрміз ғой, мысалы қаламызда. Құбыр төсегенде не жағып атады бетіне? Қарамай, да? Міне битумды мастик деп отқаным осы сәт. Яғни қарамай жағады. Қарамай жаққаннан кейін тағы не істейді? Қаптайды. Орайды. Сонан кейін кейбір жағдайда кондукторларды бос байлап атады. А кейбір жағдайда стеклап атады. Шыны батылармен орап, шыны батыларды үлкейтілген блок түрінде байланысты құрылыстың құрылымы қалай бөлінеді? Құрылыстық құрылымды блоктарында не орнату үшін қолданылады? Темір бетоны және металл эстакадаларды орнатуға кезінде қолданады. Жақсы. Суретті әңгімелеу керек. Бірінші суретте технологиялық құбырларды жер үсті монтаждау жұмысы көрсетілген. Ең астыңғы бөліктен бастап айтатын болсақ, ең астындағылар тұрғыштар. Тұрғыштың үстіне металл құрылымдарды орнатқан. Металл құрылымдарға тіректі орнату арқылы және де бірінші ярусты П тәрізді қылып, бірінші ярусты технологиялық құбырларды орнатқан. Неге ұқсайды? П тәрізді компенсат. Имарат ішіндегі технологиялық құбырларды монтаждау алаңы. Бұл жерде металл құрылымдарға тірекпен орнату арқылы жүргізілген. Және де бұл жерде Планистовое соединение, планисты қосысты көріп тұрмыз. Жақсы. Кім жүйрек ойы жылда? Мына жерде көргенде техника құбылым монтаждау. Мына жерде көргенде тетікте, мына жерде көргенде ақылы бекітіп. Мына жерде көрсеңіз темір құбыр. Мына жерде көргенде болмы болып отыр. Тағы не қосатындар? Қандай айырмашылығы бар бұлардың? Кім айта алады? Бұл жақта құбыр, пластик құбыр, оны бұрмалар арқылы жалғап қойған, ол бұрмаларды тігіссіз жалғап қойған. Сонымен біздер мына материалды қорытындыламас бұрын мен сендерге аздап қысқартылған түрде видео материалды қарауды шақырамын. Қараңыздар. Мына құбырларды төсеп жатыр. Bizden olsun.
Қандай ерекшелігі байқайсыңдар, қараңдар. уаз жүр екен. Ненің үстіне орнатылған құбырлар, қарап. Дәнекерлеу қосылыстар жуырда. Май жағып қарамай. Видеоматериалдар не байқадыңдар? Дәнекерлеу және дәнекерленген қосылыстарды оқшаулау жұмыстары. Құбырды төсеу процесі көрсетілген. Жер асты төсеу. Көрдіңдер ғой, құбырлардың жиектерін қалай жасап жатқанын видеодан көріп отырсыңдар. Енді тақырыпты, жаңа тақырыпты қорытындылау. Енді жер үсті құбырларын монтаждау деген, жер үсті құбырларын монтаждау кезінде ең бірінші жүргізетін дайындық жұмыстары, белгілеу жұмыстары, құбырлардың ұзындықтары бойынша белгілеу жұмыстары, қай жерге қатыламандарды орнатады. Осылардың барлығы белгіленіп болғаннан кейін тасымалдау тиеу жұмыстарымен айналысады. Яғни оның монтаждау алаңына жақын жерге қойма қойылады. Сол қоймаға жаңа заттар тиеліп әкелінеді. Әкелген кезде ол заттардың барлығы қалай болса солай лақтырылып тасталмай, монтаждау ретімен орналастырады. Бірінші не істейді, екінші не істейді, солардың барлығында бөлек орындар болу керек. Мысалы, ұсақ заттар ящиктің ішінде солай ма, ал ірі заттарға астына шпалдарды немесе тіректерді қойып биіктікте орнатып іліп алуға ыңғайлы болу үшін осылай жасалады. Сонан кейін барып, яғни траншея болатын болса, мысалы, траншеяда жер үсті құбырларын жүрген кезде жерді тегістейді. Яғни жердің үсті әртүрлі болуы мүмкін, қиыршықтар болуы мүмкін, сондықтан жүргізілетін траншея тегістеліп барып, құбырлардың орнатылатын балкілерді орнатады. Мысалы, сосын барып жаңағы тасымалдау процесімен әкеліп көтергіш кранның тұсына әкеліп қояды. Құбыр секцияларын, құбырлық блоктарды. Сосын алып келіп ол құбырларды жаңағыдай 4 сызба бойынша әртүрлі сызбалар бойынша мысалы монтаждау процесі. Қандай сызбалар еді? Бірінші металл фермінің үстінде ұзындығы 60 метрге дейінгі құбырлық блоктарды монтаждау сызбасы, екінші металл фермінің үстінде аралас құбырларды монтаждау сызбасы, үшінші аралас құбырларды екі ярусты эстакада үстінде монтаждау сызбасы, төртіншісі аралас құбырларды 1 граммен немесе 2 граммен. 2 граммен қай кезде? Яғни компенсаторлар блок болатын болса 2 граммен, немесе ол болмаған жағдайда 1 граммен көтеру жұмысымен таныстыңдар. Міне жалпы осы процесс. Енді үйге таптырма, яғни негізгі мына 2 кітап бойынша ұсынамын. Біріншісі Барахов пен Калютиннің изготовление монтаж технологиясы трубопровод дегеннің 177 беттен 184 бетке дейінгісі. Егер ол кітап болмаған жағдайда, екіншісі Табашшернің, яғни изготовление монтаж технологический трубопровод деген 185-тен 193 бетке дейінгі аралықтағы материалдарды қарастыруға болады. Енді бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Жалпы мына бүгінгі сабаққа дайындықтарыңыз қанағаттанарлық. 16 баладан бағаланып отыр. 16 баланың ішінде 3 бала 5, қалғандарыңға көтермелі 4-тер қойдым. 13-4, 3-5 деген. Ал жақсы, рахмет сендерге. Осымен сабағымыз аяқталды.